қолға түсіру оңай емес. Бұның басын алсам, бір сұлудың жүрегін жаулар едім. Екі бастайды қар. Нағыз жалмауыз. Басын алсам, мақтануға тұрарлық. Қойларға шапта! Жерге қонғандарын атыңдар! Көп болады! Ат қане! Тағы бір алып айдаһарлардың бірі жиі келеді. Оны мен ең мықты деген викинг қана шайқасқа түседі. Ол айдаһар ұшқанда үстінен от шашырайды. Атыңдар! Ал мынау менікі. Ал абыройым ассын десең, ең қауіпті айдаһардың басын алу керек. Біз оны... Түнгі фурия! Жатыңдар! Секіріңдер! Бұл жалмауыз қорек үшін келмейді, көзге де түспейді. Сосын атқан оты көздеген жеріне дөп тиеді. Осы уақытқа дейін түнгі фурияның басын ешкім ала алған жоқ. Оның басын мен алуым керек. Ақалақ, мына жер саған қалады, өзім шықпасам болмайын деп тұр. Ей, мына жерден аттап шығушы болма, түсіндің бе? Білесің ғой. Қане. Ақалақ, қайда барасың? Қазір келер. Көзіңе қарасаңшы. Ей, қайт! Ал жігіттер, жабылыңдар! Былай кетіңдер! Ал жігіттер, жабылыңдар! Мына жалмауыздар берілер емес! Қане, шықсаңшы. Қайда жүрсің? Шық. Қағып түсірдім бе? Иә, айдаһарды қағып түсірдім. Қане, бұны көрген біреу бар ма? Сенен басқа. Мыналар қашып кетпесін. Жақсы! Не, отың бітіп қалды ма? Айтпақшы, айтуға ұмытып кетіппін ғой. Кешір, әке. Айтпақшы, мен түнгі фурияны қағып түсірдім. Рас айтам, әке, бұл жолы оны құлаттым. Тек қағып түсіргенде ешқайсы байқамай қалды. Айдаһар анау таудың артына құлап түсті. Іздестіру тобын сонда жіберейік. Әйтпесе қашып кетеді. Өтінем. Жетер! Болды. Доғар. Есіктен аттай берсең болғаны, қыстақтың бәрін шулатасың. Ойнап жүр ғой деймісің мені? Қыс түсіп келеді. Бүкіл қыстақты асырауым керек. Бүкіл қыстақты асырап әуре болудың қажеті жоқ сияқты. Мен сенімен ойнап тұрған жоқпын, Ақалақ. Айтқан істеу соншалықты қиын ба? Соны айтшы маған. Өз-өзімді тоқтата алмай қалам. Айдаһарды көрсем бітті, басын алғым келіп кетеді. Мен сондай адаммын ғой. Түсінесіз бе? Балам-ау, қателесесің. Айдаһардың басын алатын адам емессің сен. Үйге қайт. Үйге кіргізіп жібер. Қираған үйлерді көтерейік. Керемет атады екенсің. Рахмет. Қойсаңшы. Артық қыламды тыртық қылда. Керемет жарайсың қылық. Барымды салдым. Ау! Я. Айдаһарды атып түсірдің Иә, бе? әрине. Әкем тыңдағысы келмейді. Іштеріңмен сондайсыңдар. Тыңдаса да, тәлеңкесіндегі етті тартып алғандай қарайды бетіме. Әй, бәйбіше, мен саған басқа балаға тапсырыс беріп едім ғой. Маған күші тасыған, қол аяғы балғадай, қайсар бала керек еді. Ал мынауың не? Қарны ішіне қабысқан шибыт біреу ғой. Бұның не сенің? Жоқ, сен дұрыс түсінбегенсің. Әкеңе сенің сыртқы тұлғаң емес, ішкі дүниең ұнамайды. Білесің бе? Ашық айтқаныңа көп рахмет. Бар мәселе сенің басқа адамдарға ұқсағың келетінін де ғой. Мен бар болған сендерге ұқсағым келеді.
Олардың көзін құртпасақ, олар бізді құртады. Бұл бәледен сөйтіп қана құтыла аламыз. Ұясын іздеп тауып, күтпеген жерден шабуыл жасау керек. Амалдары жоғынан басқа ұя іздейді, бізді жайымызға қалдырады. Барса келмес жер ғой ол. Біз викинг емеспіз бе? Көруге тұрарлық. Ал кім менімен? Жоқ, мен бара алмайым. Мен де шыға алмайым. Тым қауіпті сияқты. Өте қауіпті. Бармайтындар ақылыққа қарайды. Мен Мен барам. Солай десеңдер. іш киімдерімді барып